Әр жылы еліміздегі 21 Назарбаев мектептерінің арасында буккроссинг атты желілік акциясы жүріп отырады. Бұл акцияның негізгі мақсаты оқушыларды кітап оқуға насихаттау. 7-ші сынып оқушылары бұл акцияға бірінші рет қатысуда, дегенмен олар үлкен белсенділігін арттыруда. Мен біздің президентіміз туралы кітап әкелді жөн көрдім. Себебі бұл акция 1 желтоқсан тұңғыш президент күнімізге арналып өткізіледі. Менің ойымша, бұл акцияда жиналған барлық кітаптар оқушылардың білімін кеңейтіп, мектепте зор пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Сәлеметсіздер ме? Мен Назарбаев зияткерлік мектебіндегі буккроссинг атты жобасына атсалыстым. Мен осы кітаптардың ішінде «Жау тылындағы бала» атты кітабын оқып шықтым. Бұл кітап маған қызықты, сіздерге де ұнайды деген ойдамын, және сіздерге бұл кітапты ұсынамын. Бұл кітапты ұсынған себебім бұның өмірде беретін тәрбиелік мәні көп. Менің ойымша, бұл кітап сіздерге ұнайды. Президент күніне арналған буккроссинг жобасы біз сияқты оқушылардың кітапқа деген сүйіспеншілігін арттыруға көмектеседі. Мен Мұқағали Мақатаевтың «Аманат» атты кітабын алып келдім, себебі бұл кітаптың беретін тәрбиелік мәні өте зор.